Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Текелі қаласы нөмірі 5 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шаймерденова Ботагөз Амангелдіқызы. Мен бүгін сіздерге 1 сыныптың математика пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағымды ұсынбақпын. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз бүгін математика пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. 4-ші тоқсанның 1-ші аптасы 3-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы баға, күні 8-ші сәуір. Сабақтың мақсаты монеталардан белгілі бір соманы құрастыру. Ақша сомасын монеталардан түрлі әдіспен құрастыруға жаттығу. Бағалау критерийлері. Тауар ақысын төлеп, қалған ақшаны қайтып алу үшін тиындарды дүкенде практикалық тұрғыда пайдалана алады. Екі немесе одан да көп заттарды сатып алу кезінде қосады, қосындыны өрнек ретінде жазады. Балалар, суретке назар аударайық. Бұл жерде бізге берілген дүкенде деген ойын. Біз дүкенге барып, бізге керекті заттарды сатып алу үшін, біз алдымен олардың бағаларын білуіміз қажет. Яғни, баға дегеніміз заттың қанша тұратынын анықтау. Бұл жерде суретте берілген чупа-чупс 10 теңге екен, ал йогурттың бағасы 45 теңге. Шырынның бағасы 40 теңге болса, кәмпиттің бағасы 4 теңге. Шоколадтың бағасы 5 теңге, чипсидің бағасы 35 теңге екен. Келесі көрсетілген сома қай монеталардан шығатынын анықтайық. Бұл жерде бізге белгісіз монеталар тұр. Яғни 11 теңгені шығару үшін 10 теңгелік монета мен 1 теңгелік монетаны қосқанда 11 теңге шығады екен. Келесі 2-5 теңгелік монетаныға 1 теңгелік бір монетаны қосқанда 11 теңгеміз шығады екен. Керемет, балалар, тамаша. Бірінші тапсырма. Көрсетілген сома қай монеталардан шығатынын анықтайық. Бұл жерде, балалар, 100 теңгені шығару үшін біз, мысалы, 50 теңгелік монетадан 2 монетаны алу арқылы шығарамыз. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? 100 теңгелік монетаны шығару үшін тағы да қандай монеталарды алғанда 100 теңгелік монета шығады? Кәне ойланып жауап берейік. Дәл сол сияқты 50 теңгелік монета, 20 теңгелік монеталардың жауаптарын тауып, WhatsApp желісі арқылы маған жіберсеңіздер болады. Екінші тапсырма. Орындап көр. Шырынның бағасын анықта. Сатушыға қандай монеталарды беретініңді айт. Бұл жерде шырынның бағасы 80 теңге екен. Шырынның бағасын балалар анықтайды, сатушыға беретін монеталарды есептеп айтады. Бұл тапсырманың жауабын да WhatsApp желісі арқылы түсіріп жіберсеңдер болады. Балалар, енді біз осы сабақтың мақсатын кәне еске түсірейікші. Мақсатымызға жеттік па? Керемет, тамаша, балалар. Мен сендерге ризамын. Келесі жұмысымыз, балалар, біздің дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, ыңғайланып отырып, дәптерге бүгінгі күннің тәртібін жазайық. Жазу каллиграфиясына назар аударайық. Жандостың сатып алатын альбомының бағасын салыстыр, қаншаға арзан екенін анықта дейді. Жандос альбом сатып алмақшы болды. Дүкенде бір альбом 90 теңге, ал екіншісі 80 теңге тұрады. Альбомдардың қайсысы арзан? Қаншаға арзан екендігін анықтап,
дәптермен жұмысты жасаймыз. Жандостың сатып алған альбомдар бағасын салыстыра алады екенбіз. Қаншаға артық екенін ажырата алады екенбіз балалар. Өте жақсы, керемет. Балалар, біз сабақтың мақсатын есімізге түсіре отырып, осы сабақтың мақсатқа жету үшін белгілі бір соманы жинау дегенді қалай түсінесің дейді. Баға нені көрсетеді? Бағасы 16 теңге тұратын заттарды сатып алу үшін қандай монеталарды пайдаланар едіңдер? Әмияның да 80 теңге бар. Осы ақшаны пайдаланып, мына заттардың ішінен қайсысын сатып алар едің? Яғни бұл жерде бізге белгілі заттар берілген екен. Кітап 90 теңге тұрады, қалам 50 теңге тұрады. Қарындаш болса 10 теңге. Яғни жауабы бізге белгілі. Тапсырманы орындаймыз, балалар. Енді сабағымыздың мақсатын тағы бір қайталап өтейік. Монеталардан белгілі бір соманы құрастыру, ақша сомасын монеталардан түрлі әдіспен құрастыруға жаттығу. Келесі бізге балалар үйге тапсырма. Үйге бізде күнделікті азық-түлік магазиннен осындай азық-түліктерді сатып алады екенбіз. Яғни бұл айран, май, сүт, нан, шұжық, ірімшік, қант, кәмпит, жұмыртқа, шай. Осы суретте берілген заттардың бағаларын магазинге, дүкенге барған кезде бағасын біліп, маған WhatsApp желісі арқылы салып жіберсеңіздер болады. Көп рахмет, сау болыңдар.